Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Балалар, егер Иса дұғаларыңа өздерің қалағандай жауап бермесе, сендер не істер едіңдер? Оған ренжіп, дұға етуді қояр ма едіңдер? Інісі қайтыс болса да, Марта солай істеген жоқ. Иса ақыры келгенде, Елазардың қабірде жатқанына 4 күн болған еді. Ва, Иса, сен бізге ертерек келгеніңде, менің інім өлмес еді. Елазар қайта тіріледі. Ақырғы күнгі қайта тірілуде, Құдай барлық өлгендерді қайта тірілтетін күнде, оның да тірілетінін білемін. Қайта тірілумен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Бұған сенесің бе? Иә, мен сенің Құдайдың ұлы екеніңе сенемін. Исаға сену әр қашанда ең жақсысы. Сендер оны түсіне алмаған кездеріңде де, бәрібір оған сенуді жалғастыра бергендерің дұрыс болады. Марта үйіне асығып келді. Мәриям, сені Иса күтіп тұр. Мәриям інісінің неліктен өлгенін түсіне алмады. Ол жылап, Исаға қарай жүгірді. Иса, егер сен осында болғаныңда, Елазар өлмес еді. Сендер оны қайда қойдыңдар? Менімен жүр, мен саған көрсетемін. Олар кіре берісі үлкен қақпақ таспен жабылған қабірге барды. Олармен бірге көптеген аза тұтушылар да болды. Иса да жылап жіберді. Ол жылап жатыр. Ол Елазарды қатты жақсы көрген. Онда неге ол Елазардың өлуіне жол берді? Тасты алып тастаңдар. Марта қатты шошып кетті. Ем, ол 4 күн бұрын қайтыс болды. Ол иістеніп барады. Марта, егер сен маған сенсең, Құдайдың құдіретті ұлылығын көресің. Қандай жаман жағдай болса да, Исаға сену әр қашанда ең жақсысы. Оны түсіне алмаған кездеріңде де, бәрібір оған сенуді жалғастыра бергендерің дұрыс болады. Ер адамдар тасты домалатып алып тастады. Иса көкке қарады. Әке, сен менің дұғаларымды әрдайым естисің. Елазар, шық! Керемет орын алды. Өлген адам қабірден шықты. Бұл кереметті көргендердің көбісі Исаға сенді. Қандай жағдай болмасын, әр қашан Исаға сенген дұрыс болады. Ал сен Исаға сенесің бе? Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.